Зерттелушіде артериялық қан қысымын өлшеу алгоритмі. Бірінші қадамымыз науқасқа өзімізді таныстырамыз және науқаспен танысу қадамы. Сәлеметсіз бе? Мен емдеуші дәрігер Әлихан Ғаниұлымын. Өтінемін, төлқұжатыңыз жаныңызда болса берсеңіз. Науқастың даныларымен таныс болғаннан кейін біз науқастың шағымдарына мән береміз и соған сәйкес артериялық қан қысымын өлшеу туралы шешім қабылдаймыз. Рұқсат етіңіз, мен сізге артериялық қан қысымын өлшейін. Бұл кезде науқастың ыңғайлы орналасуын бақылаймыз. Науқастың қан қысымы науқас отырған қалыпта немесе жатқан қалыпта өлшеуге болады. Егер науқас дәл қазір сізге жүріп келген болса, немесе дәрігер алдында қандай бір қорқыныш сезімі болса, бұл артериялық қан қысымының нағыз өлшеміне әсер етуі мүмкін. Сол себепті науқасқа дем алуға немесе тынышталуға уақыт береміз. Бұл уақытта өзіміз зерттеу аспаптарының бүтіндігіне мән береміз. Яғни стетофонендоскоптың бүтіндігіне, тазалығына мән береміз. Асептикалық ережелерін сақтаймыз және манжетаның бүтіндігін тексереміз. Манжетаның барлығы зақымдалмаған ба, бүтін бе, ауа жіберетін қапшықтың және түтікшелерінің, резеңке түтікшелерінің бүтіндігіне мән береміз және аспаптардың жұмыс жасап тұрғанына мән беріп тексеріп шығамыз. Және бүкіл ішіндегі ауаны сыртқа шығарып тастаймыз. Біздің келесі қадамымыз бұл манжетаны кигізу орнын анықтау. Науқастың екі қолының қайсысы сізге ыңғайлы, соны таңдасаңыз болады. Ең дұрыс біз сол қолды таңдап аламыз. Науқастың қолын жалаңаштауын сұраймыз. Егер киімдері болса, қалың киімдері болса, сыртқы киімдерін шешуін өтінеміз. Және қол өлшеу бұл жүрек деңгейінде екеніне мән береміз. Науқастың қолы яғни жоғары қарай көтеріліп немесе өте төмен болмау керек, жүрек деңгейінде орналасуы керек. Үшінші біз манжетаны кигізіп бастаймыз. Және манжетаның науқастың қол өлшеміне сәйкестігіне де мән беріңіздер. Балалар болса, балалардың арналған кішкентай манжета, ересектер болса, ересектерге арналған үлкен манжетаны кигіземіз. Манжетаны кигізген кезде қолыңызды төмен қойыңыз. Манжета шынтақ шұңқырынан 2-3 см жоғары орналасуы керек және ол тері мен екеуінің арасында 2-3 см бос кеңістік болуы керек. Келесі біз стетоскопты орналасу аймағын анықтаймыз. Ол үшін біз пальпация мен шынтақ артериясының пульсін тауып аламыз. Пульсі сезген жерге біз стетоскопты орнатамыз. Сөйтіп біз дәл осы уақытта пульсті стетоскоптың көмегімен естуіміз керек. Біздің келесі қадамымыз бір қолымызда тонометр, екінші қолымызда ауа жіберетін груша. Грушаның қақпағының толық жабылғанына көз жеткізгеннен кейін біз ауа жіберіп бастаймыз. Ауаны қай жерге дейін жібереміз? Ауаны стетоскопта пульс естілуі тоқтаған сәтке дейін жібереміз. Бұл әдеттегі науқас қан қысымынан 20-30 мм жоғары болады. И баяу ауаны шығарып бастаймыз. Ауаны шығару кезінде 120-ға келген кезде мен ең бірінші пульсті естідім. Бұл систолалық қан қысымының көрсеткіші. 120 деп дауыстап айтсаңыз болады, немесе естіңізге сақтап алсаңыз болады. Ауаны әрі қарай баяу жіберіп бастайсыз. Пульсті әлі естіп жатырмын. И 80-ге келген кезде мен соңғы пульс естідім, әрі қарай пульс естілмей қалды. Демек, 80 бұл соңғы диастолық қан қысымы екен. Ауаны толық шығарғаннан кейін мен манжетаны шешіп, зерттеу аяқталғаны туралы хабарлаймын. Науқастың қан қысымы 120-да 80 мм сынап бағанасы бойынша. Егер науқаста қайта қан қысымын өлшеу керек болса, қателікке күмәндансаңыз, немесе қайта өлшегіңіз келсе, онда екі өлшеудің арасында үзіліс болуын қамтамасыз етіңіз. Кемінде бұл 5 минутқа созылуы керек, науқастың қолы дем алуы керек. Өйткені дәл қазір оның қан тамырлары қысылып кейін босаңсы да, бұл келесі өлшеуге әсер етуі мүмкін. Сол себепті науқасты тынышталуын, дем алуын сұрап, 5 минуттан кейін қайта қайталасаңыз болады.